Үйде осылай тамақ істеп бастағаным сол еді. Көптеген оқырмандарым қаншаға сатасыз, қанша пайда түседі деп сұрағандықтан сіздер үшін арнайы видео түсірдім. Мен үйде отырған декреттегі анамын. Таңғы уақытта 2 сағат уақытым бос уақытында осылай әртүрлі тамақтар жасап өткіземін. Бір жасағанда 10 шақты порция шығады. Бір қазан палаудан 10 порция палау дайын болады. Палауға ерекше дәм беру үшін чоң ұстамның осындай қуыруға арналған дәмдеуішін қосып жіберемін. Ерекше дәм береді. Сөйтіп суын құйып, еті жұмсарғанша пісіріп аламыз. Жақсылап жуылған күрішті салып, асты қатты отта суы тартылғанша пісіресіздер. Бір рет тартылғаннан кейін күрішімізді ауыстырып, тағы да ортаға жинап, бетін пленкамен жауып, кемінде 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Мен тамақтарымды основной көршілерім алады. Обедкі уақытқа дайындаймын, яғни 12-12:30-ға дейін. Қалғанын магазиндерге тапсырамын. Бізде үй жақта магазиндер өте көп болғандықтан мен негізі пока тек бір ғана магазинге тапсырамын.